қалай айтсам жақсы болады. Араласқан бизнес модель. Бұның ішінде әлеуметтік те ойлар бар, және де бизнес ойлар бар. Білім негізінде егер де жақсы жасалатын болса, ол әрқашанда өзін ақтайды. Сапалы және жақсы бір өнім шығарамыз деген бір оймен істесе, ниеттері жақсы болса, әрине тек өз-өзін ақтап және оған тағы да ақша алып келеді. Бұл орталықтарды білім саласына негізі кіріп және осы жерде кәсібімізді ашып, ары қарай жұмыс істеуімізге үлкен түрткі болған ол інім. Осыдан 2009 жылы кешенді тестілеу тапсырып, өте маған табалдырық балл дейді ғой, проходной балл. 50 балдан өте алмай 42 балл жинаған. Өзім інімді ертіп барып, университетке барып, балы қанша екен деп көріп, соны көргеннен кейін інімдің түріндегі көңіл күйін көрдім да, түрінен, ішінде не болып жатқанын. Сөйтіп үйге келгеннен кейін әке-шешемнің түрін көрдім. Бұл кішігірім бір траур болды сол үйдің ішінде. Сол күні кешкісін менде кәсібім бойынша негізі басқа бизнес салада жұмыс істеп жүргенбіз, кофе және шай саласында. Партнерлармен отырып, ақылдасып, осындай бір үйде барғым да келмей отыр дедім. Сондай бір не болды да. Өйткені ешқайсысы не айтарын да білмейді, мысалы, қалай жұбатарын да білмейді, ұрсарын да білмейді. Бірақ бұл болған жағдаят. Енді бұдан қалай шығу керек? Інімнің көзінен, мысалы, ертең мен не істеймін, енді не болады дегендей. Бір белгісіздіктер болды түрінде. Соған байланысты менде достарыммен отырып бөлісіп, біз негізінде бұны бір білім саласына қандай да бір көмек жасасақ деген бір идеядан шықты. Ең біріншісі тәрбие болу керек. Тәрбие болса, дұрыс тәрбие, ата-ана отбасының ішінде тәрбие болса, мектептің ішінде дұрыс тәрбие болса, ол бала өзі оқиды. Оны мотивациялау тек қана, мысалы, сен Қазақстанда оқисың ба, немесе шетелде оқисың ба деген мотивация жасау керек. Мотивация болмау керек, сен оқы немесе оқыма деген мотивация болмау керек деп ойлаймын, ол тәрбиеден болу керек нәрсе. Сондықтан да ең бастысы біз тәрбиеге үлкен бір көңіл бөлуіміз қажет деп ойлаймын. Ол рас, ұбт деген ол қиындық тудырмау керек. Қазіргі кезде ұбт-ның сыртында, қалай айтсам былай, негатив бар да. Ол жақсы болсын, ол жаман болсын, ол жаман. Әрқашанда ол жаман болды. ұбт деген тапсырып атқан кезде бүкіл халық сол ұбт-мен соғыс ашқандай болады. Сол күні бункерде ата-аналар отырады, мұғалімдер отырады, сыбайлас әрқайсысы. Аяқтан КМБ-ні біреу жемқорлық жасауға тырысады, аяқтан мұғалімді, андан бәрі бүкіл дүние жүзі ұбт-ға қарсы шығатын сияқты. Бұның өзі, мысалы, қоғамда бұл ұбт-ны дұрыс түсінік қалыптаспауынан деп ойлаймын. Екі ағайын, екеуі физикалық тұрғыда бірдей, және де бір жағалаудан екінші жағалауға дейін сумен жүзіп не істейтін. Біраз енді сумен жүзіп бір-бірімен спорласатын. Соғанда біреусі әрқашанда жеңіп кете беретін. Екіншісі жеңілетінін сұратты. Осы сенің неде дейді, неге сен жеңіп кете бересің дейді. Мен жеңіліп қала беремін дейді. Екеуміз бірдейміз дейді. Сол кезде жеңімпаз жігіт айтады, мен артқа күш қалдырмаймын дейді. Сол сияқты жас жігіттерге де артқа күш қалдырмаңдар. Егер алдарында жүректерінде идея бар болса, оны көмекші боламын қоғамға, былай жасаймын деген идеялар, үлкен идеяларыңыз бар болса, артқа күш қалдырмаңыз. Тек қана алдыға.